Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Жақсы бақташы. Иса сөйлегенде бәрі ұйып тыңдайтын. Тіпті балалар да тынышталып, қызық әңгімені күтіп отыратын. Иса түсінуге қиын жайттар туралы көбінесе астарлы әңгімелеп, тыңдаушының өздерін терең ойлануға бағыттайтын. Егер олар шынында да Иса Масихке ергісі келсе, әңгіменің басты түйінін өздері табуға тиіс. Ол жиі, құлағы барлар жақсылап тыңдасын. Демек, шын көңілмен терең ойлап, ұғынуға тырысыңдар, деп әңгімесін тамамдайтын. Иса әркімге таныс, күнделікті жайларды әңгіме арқау ететін. Мысалы, оның тұратын жеріндегі қыраттарда шопан отарларды бағатын. Бірде ол араларындағы біреудің 100 қойы болып, олардың біреуі адасып, жоғалып кетсе, бақташы не істейді? Ол 99 қойын жайлы жерге тастап, жоғалып кеткен жалғыз қойды іздейді, деп әңгімесін бастады. Ол маңыраған дауыс естіле ме деп, құлағын түріп, қой адасып, жарақаттанып, жатып қалды ма деген жерлердің бәрін қарап шығып, жоғалған қойды тапқанша тыным таппайды. Оны тауып алғанда, қуанып, иығына салып, үйіне алып келеді. Достарын шақырып, қуанышыма ортақ болыңдар, жоғалған қойымды тауып алдым, дейді. Құдайға мойын сұнғандар үшін көкте дәл осындай қуаныш бар. Мен Құдайдан алыстап кеткендерді іздеп тауып, оған қайтадан табыстыру үшін дүниеге келдім. Мен жақсы шопан сияқтымын. Ол отарын ешқашан иесіз қалдырып кетпейді. Әрдайым шүйгін шөп пен тұнық су тауып береді. Ол қойларының әр қайсысын таниды. Қасқыр шапса, оларды қорғайды. Ал қойлары да иесінің даусын танып, соңынан еріп жүреді. Мен жақсы бақташымын. Ал маған ергендер менің отарым. Олар мені біледі, маған сенеді. Мен оларды бастап, қорғап жүремін. Мен олар үшін жанымды пида етуге дайынмын, деді Иса. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.